Сәлеметсіздер ма, менің супер көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Келе жатқан жаңа жылдық дастарханға керемет, оңай, жылдам дайын болатын, осылай бір сәтте қазір 2 салат дайындап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм тауық еті, 1 штуктен огурцы, помидор, жүгері, сосын керешка и майонез қажет. Ең алдымен осыларды барлығын турап аламыз. Барлығын бірдей формада кубик, яғни 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мінекей, енді огурцымызды зебра етіп осылай ашып аламыз. Салатта әдемі көріну үшін. Помидордың ішін осылай тазалап алып, тек қана сыртының қатты жерін ғана турайтын боламыз. Бізге іші қажет емес. Өте жылдам, тез дайын болатын салаттардың бірі. Күнделікті дайындасаңыздар да керемет. Уақыттарыңыз көп кетпейді. Қараңыздар, светофор болып, әдемі болып дастарханның сәнін кіргізіп тұрады. Бұл жаңа жылдық дастарханға таптырмас салаттардың бірі. Неке жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Ал екінші салатты дайындайық. 2 жұмыртқа, тауық еті, сосын майонез, горох, 1 огурцы, укроп, петрушка қажет. Мен тек қана петрушка қолдандым. Осыларды енді осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Барлығын бірдей формада тураймыз. Жұмыртқамызды да, огурцымызды да осылай тағы да зебра етіп ашып алып турайтын боламыз. Мінекей, огурцымыз дайын. Енді менде петрушка кішкене көптеу екен. Осылай жартысын турайық. Енді горохымызды қосып, тұз қосып, майонез қосып, араластырамыз жақсылап. Екінші салатымыз да дайын болып қалды. Мінекей, 2 салатымыз, қараңыздар, әдемі сынай. Кез келген дастарханның сәнін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер қандай да бір ой пікірлеріңіз болса, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.